И восстали машины из пепла адского огня. В главных ролях Куаныш Мустафин, Муханов Нурасыл, Жубанеш Мустафин. По монтажу Русмейкер Медиа. Видеооператор Бренд Синема. Летчик Скайлайна Берег Науедов. Закадровая озвучка Губегенов КЗ. И на всякий случай Шаукан ТВ. Мотоциклын жақсы екен. Не дейді? Қашып кет. Мустафин Куаныш, отыр. Ассалаумағалейкум бауырлар, Мустафин Channel каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Мустафин Жұбаныш. Менің есімім Мустафин Қуаныш. Руымыз Ашамайлы Керей, нағашыларымыз Кенже Жеменей. Осы көп адамдарда сұрақ туындайды, осы екі жігіт қайдан шыққан деп. Біздер осы Маңғыстау облысында 16 бекетте кішкентай кезімізден өстік. Осы топырақты жерін басып жүрдік. Нағашым Нұрасыл бауырымыз көзімізді ашқалы біргеміз. Осы не жаңағы Қытай кезіміз айтатын тұқы кино деп телевизордан қараймыз, терминаторда қараймыз. Сол эпизодта да өзіміздің фантазиямызды іске асырып сондай Қытай эпизод жасағанбыз. Нұреке братан базар жоқ актер екенсің. Бір алып кеткен жоқ па? Қалдың ғой оны? Нормально ғой, жаман болды. Гай Ричидің қандай нелерінде ма экшн киноларда түсетін адамдар екен. Сау. Бардан ассалаумағалейкум бауырлар. Біздің бүгін жолға шыққан сапарымыздың үзінді бейнеролигіміз. Таныстырып өтейін. Мынау Берік Дәуінт деген ағамыз қытайша, испанша, ағылшынша білмейді, бірақ қазақша судай сөйлейді. Супергид в мире Мангистауской области. Также Руслан Супермен в мире видеомонтажа. Өзім айтып жіберейін. Өзің айтып жүр. Русмейкер Медиа. Шаукан ТВ, в общем, Вайнер. And Brand Cinema. Ораз. По совместительству мой друг и сосед. Так, оператор Куаныш Мустафин, но мен. Так, жолға шықтық Ыбықты деген жерге. Так, мынау Баянды деген былай айтқанда ауыл. Кезінде осы жерде малды бағып, аткорп жасаған, содан пайда болған ауыл ғой. Ыбықты деген жер осы жолдың бағытында. Іске сәттілік. Бұл видеоның көрермендерімізге бәріне жалынды сәлем береміз. Ауылымды сағындым, бауырымды сағындым, елімнің туған жерімнің топырағын сағындым, әкешімді сағындым, анашымды сағындым,
помидор жылдықтар ектік 2 жыл. Сонда егеме айналыстық. Сонда үші теплица болды, мына орын жинап тастадық. Мына бетте қой қора, тұра жерде түйе қора болды. Бұл мына территорияның бәрі енді малға арналған жерлер ғой енді. Ауылымды сағындым, бауырымды сағындым, елімнің туған жерімнің топырағын сағындым, әкешімді сағындым, анашымды сағындым, айналайын деген сөзі алақанын сағындым. Уақыт өткен сезем, бірақ миыма кірмепті. Қытай кезіміздегі өткен үй ғой енді осы да. Нағашыларымыздың осы Сыралым бауырымыздың үйі. Мына жерде мына тұрбаға кезінде кішкентай кезімізде байлап қоятын болған. Жаңағыда кішкентай балалар алаңдап қалмасын деп 1 жаста 2 жастамыз ғой. Бұл жерде өшіп байлап отыр. Жеуа сияқты. От жағатын пешіміз бұрынғы жаңағы үйде үлкен мамам, әжем қазір енді қалада. Мына 2 жиенім Қуаныш, кішкентай кезде жаңағы есін ырымдап неғылып отыр ғой, жасап отыр ғой аяғын сол жаңағы анда-мында жүріп кетпеу үшін неғылмау үшін аяқтарынан байлап қалып ползонкамен отоплениеге байлап қояды. Бәріміз таласатын едік. Маманың қасына біз жатамыз, ақмама дейміз ғой. Ақмаманың қасына біз жатамыз, ақмаманың қасына жатамыз деп жатамыз. Көкем 2000 жылы өмірден кетті. Қазір әжеміз қалада 27 шағын ауданда өзіміздің қолымызда. Құрдастары бақыт дейді, атамызға қоғам берді дейді, елдің бәрі, жергіліктер бәрі таниды. Сосын мына сандықты көрсетейік, мына сандық дейтін бізге дейтін бір сокровище болды, действительно сундук. Мынаның ішінде дейтін бәрі болды ғой, общем-да. Бізге дейтін біздің аң дейтініміз осы тек не жаңа білесің бе? Сандықты ашып алса жүгіріп келеміз, бірдеңе Кәмпит пешен береді. Кәмпит пешен таратып береді. Осы аңда отырамыз. Мына шкафты білесің бе бұрында? Неде машинада тұрған кезде 40-48 тұрды мына дұрау. Мынаның ішінде бар ғой, есік ашып қойсқа, наклейкалер алып тұрып қарайықшы сол бар ма екен? Нәттен жүр. Астыңда менің полкым Мә барына қарай. Екі мың осылай дедік қой кішкене кезімізде. Қытай кезіміздегі. Әліңге дейін бар. Мына наклейкалерге где-то 25 жылдай болды. Бұл жерде өстік, бұлай енді біз кішкентай болғанмен, кішкентай кезімізде үлкен бір пространственный бір не жер жақтырды бір андай. Қонақтар келгенде жаятын үлкен әжеміздің жасалған жүгі, ручной изделие бәрі қолдан жасалған түйе жүн, қой жүн, қойдың жүнімен барлығымен жасалған көрпелер. Қарайған адамға жетеді осы 20-30 адамға. Мына суретке енді неше жыл болған білмеймін да, бірақ мен есімді білгеннен бар мына Қытай кезімізден бар, иә. Мына портрет дейтін, осы портретті көрсем болды тек осы мына ауыл, мына Қытай кезімізде елестетеміз. Осы жерде көріп отқан, осы видеоны көріп отқан ағайындарымыз бар, осы үйді көрген адамдар бар, бәрі көріп мәз болып қалып жатқан шығар. Енді осымен осы жердегі эпизодымызды аяқтайық. Енді келесі эпизодымызда 20 километр жерде Ыбықты деген керемет жер бар. Соны бізбен бірге қызықтауға сіздерді шақырамыз. Осы видеоға бізге қолдау көрсету үшін бөлісіп, немесе комментарий жазып, осы видеоны топқа шығару үшін сіздерден сонда бір поддержка сұраймыз. Біздің видеомыз, осы жердегі видеомыз аяқталады. Видеоны жалғастырып қарай беріңіздер. Бізбен бірге осы керемет жерлерді қызықтауға шақырамыз. Ауылымды сағындым, бауырымды сағындым, елімнің туған жерімнің топырағын сағындым. Ауылымды сағындым, бауырымды сағындым, елімнің туған жерімнің топырағын сағындым, әкешімді сағындым, анашымды сағындым, айналайын деген сөзі алақанын сағындым. Бәке, YouTube каналында бірнеше мың подписчигім бар екен. Сол YouTube каналда ішіндегі контентті ең басында қалай болғандығын, соның өзімнің бір историяңды айтып берсеші. YouTube канал деген ол дейтін 2014 жылдан екен. Нақты жылын біліп отырмын да. Мен жаңағы құрдасымда сен Бекбат Төлегенұлы дейтін інім бар ғой. Сол ініммен екеуміз ол кезде қарапұрадым бар. Не алып алдым да
Canon 650 фотоаппарат алып алдым да, видеоға түсіреміз. Естелік болып қалу үшін соны YouTube-ға жүктей бердім да. Әрі жаңа өзіміз сияқты замандастарымызды көрер, естер, Маңғыстаудың табиғатымен танысар деген мақсатта. Соңғы уақыттарда сол дрон алып, сол дронмен түсіретін болдым видеоларға. Себебі барған жеріміздің кереметін жеткізуге, қалай болғанда да биіктен алып көрсеткен бөлек болатын болды да, жеткізу. Сол себепті дұрыстап ауқымды көрсету үшін дрон алып, дронмен түсіретін болдым сол уақытта видеоларымызды. Клиенттерді қалай табасыздар? Клиент енді өздері хабарласады. Өзім енді Фейсбукта да белсендімін ғой. Ол жерде де шыққан, барған жерлерім туралы тарихтары білгенімше айтып, жазып отырам. Жаңағы айтқан көзі жетпесе де сол онлайн видеомды көру арқылы, тарихтарын білу арқылы көргендей, білгендей сезініп отырсын деп адамдар. Соны көрген адамдар қызық отырып, барып көргісі келіп, сол үшін хабарласатын бар енді. Негізі басында ондай адамдарға қосымша қызмет көрсету ойымда болған жоқ. Тек екеуміз сондай түсір жүрінде неге өстіп ақшаға, неге екінші кәсіп қылып айналдырмасқа деп та өзімнің барған, көрген жерлерімді. Сол себептен туған не ғой ойым. Иә, дұрыс. 3 жыл болды сол. Ондай келсем. Өте дұрыс. Солай ма? Иә, білген затыңды бизнестің қыр-сырын білетін адамсың, түсінесің. дұрыс. Бұл салада несі өзіңе ұнай ма, несі ұнайды деген сияқты сұрақ келіп жатыр. Енді өзім дейтін қалаң біз қалай жалпақ тілмен айтқанда даланың баласымын ғой, ауылдың баласымын. Свободная птица. Иә, қанша дегенмен қалаға көшіп келіп қалада тұрып жатсам да, ауылды аңсайсың, даланы аңсайсың. Әрі бұл дейтін сол аңсаған сағынышыңды басуға, жаңағындай жолаушылар, саяхатшыларды алып шығып, табиғат тамашалаған, сол табиғат тамашалаудан өзіңе ләззат аласың. Өзінің жеріңе патриот. Енді солай болар енді. Сырт көз сыншы болады. Бұрын кім бәке айтпақшы? Бұрын менің Бәйімбет Құспармақ деген ауылдан бар. В общем, местный адайец. Местный адайец. Берік Тәуеновтың видеоларын қарайтын болсаңдар, сілтемесін қалдырам, соған көшіп, тіркеліп, өздерінің ой пікірлеріңді жазып берсеңдер болады. Дұрыс емес пе бәке? Дұрыс. Бәрі сол өзімнің замандастарым, өзімнің бауырларым сол көрсін деп салып отырмын. Бәке, жақта біраз адам келеді екен да? Осы жерге 2 ай бұрын келген кезде бар ғой, тіпті адам жоқ еді ғой, шөптер, нелер, басылмаған, тапталмаған, тіпті машинаның ізі де дұрыс көрінбейді, қазір көріп отырсың енді қаншама адам жоқ. Келіп видеосы түсіріп салып жібердім, содан кейін видеолар шықты жан-жаққа. Біраз адамдар. Көз демалама қарап, Иә. көріп көрінсіз. Ағыр өте көріп ат дейді ғой. Барлығына сәлем, абақты деген жерден кезден әбедетім. Мынау фонтан болып ағатын жер ау деймін. Мына жер қарап отырмын. Жаңа узорлар тамыр сияқты әдемі шыққан екен да. Жаңа біздің 16-шы разъезден примерно 20 километр жерде жер екен, Емір жақта. Осы күнге дейін көп адамдар білмеген, бірақ қазіргі таңда адамдар көп. Мынандай керемет ғажайыпты көруге жиналады екен осы жерге.
колокольчикті басып қойыңыздар, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сізбен бірге болған жұбаныш, қуаныш. Сау болыңыздар.